Шаңырағымды шайқадым. Соңғы бөлімі. Кейіпкердің айтуымен жазылған. Барсам сауна екен. Айман қарсы алды. Өзі көңілді. Кел, кел шолпаш, деді құшақтап. Айман Сәбитовна, сауна екен ғой, десем. Сауна болса не бопты? Әйелдер саунаға баруға болмайды деп қажеге жазып қойыпты, деп күледі. Не смеши меня, деп ішке жетектеді. Айман Сәбитовна, мен қайта берейінші, дедім, ішінде жүрген бір-екі келіншекті көріп. Пожалуйста, бір рет менімен саунада жуыншы, деді иығымдағы сумкамды алып жатып. Айман Сәбитовна, просто Айман дей бер, мы же подружки, деп ішке тартты. Өзім де ашуланып тұрғам. Бір сергитін болармын деп ішке кірдім. Саунаны бірінші рет көруім. Аң-таңмын, жуынып жүрмін, қауызға түсем. Сол жерде жүрген Айманның құрбылары екен. Гүлназ Оля деп танысты. Дастархан да жаюлы, жеміс-жидектің түр-түрі, арақ-шарап толып тұр. Кел шолпаш, за знакомство алып қояйық, деп Гүлназ шарап ұсынып соғыстырып алып қойдық. Бүгін таң атқанша осында боламыз, деді Айман. Ішіме шараптың уы жайылып, мен де мәзбін. Шомыламыз, қауыздан шыққым келмейді. Сен тура балық сияқты жүзіп жүрсің, деді Гүлназ. Қайта шығып, қайта шарап ішеміз. Бірде иісі бұрқырап, кәуап келді. Шашлик только с коньяком, деп Айман бәрімізге коньяк құйды. Жұтып алып, кәуап жеп отырмыз. Давайте, еще одну, деп тағы сіміріп салдық. Қарқ-қарқ күліп, бәрін ұмытып, арнайы жататын жерде шалқамнан жатырмын. Төбемнің күлімдеп, белінде орамалы ғана бар жігітті көргенде шош басымды көтеріп алдым. Жан-жағыма қарасам, қасымдағы келіншектер бір-бірден жігіттерге асылып алыпты. Жалаңаш кеудемді жауып, сасқалақтап, орамалымды іздеп, есім шықты. Жерге түсіп кеткен екен. Ала салып оранып алдым. Шолпаш, ты что, деп қасыма Айман келді. Айман, мен қайттым, все, деп жыбырлап кетуге ыңғайландым. Байың дәл қазір басқа қатынмен не істеп жатқан ұмыттың ба? Деді қасыма келіп. Ол рахаттанады екен, ол ләззат алады екен. Сен ше? Барып қазір жастықты құшақтап жылайсың ба? Деді. Маған қарап тұрған жігіт қауызға секірді. Ойым түк жиналмай, әлде мастық па, өзімнен өзім тұрдым да қалдым. Байың дымды да білмейді, егер өзің айтпасаң, деп Айман өз жөнімен кетті. Қауыздың шетінде жігітке қарап отырдым. Өте әрлі, дене бітімі де келіскен, мені қызықтырды. Үйге таң ата оралдым. Төсегіме жатып, өзімше кек қайтарғаныма рахаттанып, ұйықтап кетіппін. Сақырлап-сықырлап, тарсылдап көрсілдеп кеткендей болды. Орнымнан тұрып, киініп шықтым. Жалғас үлкен сөмкелермен кіріп келе жатыр. Шошып кеттім. Қабағы қатыңқы, екі қызы мойнына асылып сүйгіштеп жатыр. Мен сілейіп тұрмын. Маған алайып бір қарады да, кіші қызының бетін алақанымен ұстап, оңға, солға бұрып қарап жатыр. Қызымның ерні жырылып, беті көгеріңкіреп, ісіп кеткен сол кезде байқадым. Қыздардың әкелерін шақыртқанын бірден түсіндім. Жалғас, ол шылым шекті, дедім сасқалақтап. Кіші қызым бірден, папа, мен бұдан былай ешқашан темекі ұстамаймын, папа, деп дірілдеп әпкесіне тығылды. Үлкен қызым, папа, ол тартып көрмекші болған, бірақ тартпаған, деді нақты қатал даусымен сіңісін артына тығып. Қыздарым бөлмелеріне барыңдар, деп жалғасшылы дауыспен айтты. Жуынатын бөлмеге кірді. Мен тез ас бөлмеге барып шай қойдым. Дастархан жасадым. Жалғас жатын бөлмеге кірді де тез қайта шықты. Менен көзін алмайды. Мен бұл не бүлдіріп тұр деп шошып тұрмын. Жақындап келді. Көзіме қараған сондай суық. Сен не бүлдірдің, деді. Не бүлдіріппін? Қызым болған соң тәрбиеледім, дедім. Ол тек қыздардың бөлмесіне барды. Уф, деп мен орындыққа отырдым. Қыздар тыпыр-тыпыр етіп сыртқа кетіп барады. Сендер қайда барасыңдар, деп ұшып тұрдым. Арттарынан барғанша екеу шығып кетті. Қыздардың бөлмесіне жалғас шығып, тесіле қарап тұр. Не енді, өлтіресің бе, дедім бажылдаған даусыммен. Ұрасың ба? Ұр, деп қасына жетіп бардым.
Жалғас болса сондай жиіркенішті түрмен қарап, айғайлама, анда отыр деді асханадағы орындықты көрсетіп. Барып отырдым қасыма келіп. Сен не істедің, шыныңды айт деді. Айттым ғой, түнде қайда болдың? Дегенді айтқанда көзі қанталап кетті. Зәрем зәр түбіне кетті, не айтарымды білмедім. Сен түнде қайда болдың деп баяу айтқандай болды. Не айтарымды, не ойлап табарымды білмей отырып қалып едім. Айт деген даусынан шошып кеттім. Саунада болдым дедім, мен де ашуға булығып. Саунада? Деп тіптен түрі сұрланды. Саунада болсам не болыпты? Сен қызды өлермендей сабайсың, сосын саунаға кеттің бе деп бет аузын қисайтып жодырған үстелге қойды. Иә, қызымды тәрбиеледім де, ашуымды басу үшін саунаға бардым дедім, жұдырығына сескене қарап. Ана жұдырық десе жарты бетім жоқ болатыны анық. Сен не деген анасың? Сен осы анасың ба деп артқа шегініп краннан су алып ішті. Сен қандай әкесің дедім, ойыма басқа әйелі түсіп. Мен жұмыста жүрмін, мен кәдімгі әкемін деді. Мен де жұмыс істеп жүрмін. Сол жұмысыңмен сен бізді асырап жүрсің бе? Әлде қатындарыңы жұмыстап жүрсің бе десем, теріс айналып жалғас. Ескі әуен басталды деді бетіме қарап. Қашаннан бері саунаға барып жүрсің деді. Сен барғанда мен бармаймын ба? Неге менімен өзіңді салыстыратын болғансың? Салыстырам. Сен көргенді мен де көрем. Сен істегенді мен де істеймін. Мені саунаға барып жүр деп саған кім айтты? Деп саусағымен басын шұқыды. Сен менің жынды деме, мен бәрін білем. Қатынмен тұратыныңды да білем дедім. Сен аурусың, емдел, саған емделу керек деп кетіп бара жатыр. Жыным келіп. Мен де көрдім, басқа еркекті дедім. Мақтанышпен дәліздің ортасына барып қалған жалғас тоқтай қалды. Қайта бұрылып қасыма келіп. Не? Деп төбемен егізердей денесімен төнді. Кеудесінен итердім де. Не? Мен де кешке басқа еркекті көрдім. Сен ғана қатын көресің дей бергенде, шақ еткен соққыдан ұшып түсіп, есімнен тандым да қалдым. Есімді жиып орнымнан тұрсам, жалғас жоқ. Бөлмені қараймын, жоқ. Тостым келмеді. Қыздар да жоқ. Кеш батты, жоқ. Түн болды, жоқ. Қыздардың телефонына хабарласам өшірулі. Таң атты, жоқ. Көзім көгеріп қалғандықтан, ертеңге жұмысыма көзілдірік киіп барып, қыздар келген келмеген сұрадым. Жоқ, біраз отырып пәтерге қайтып келдім. Келе салып байқадым, қыздардың заттары киімдері жоқ. Жалғасқа қоңырау шалдым, көтерді. Қыздарды мен алып кеттім. Ажырасатын құжаттарды жіберем деген сөз айтқанда, одан ар жоғалыңдар деп тұтқаны қоя салдым. Бәрі мені сатып кетті деп ойладым. Пәтерімді, тойханамды соттасып тартып алам деп, одан деп ойлап жүрдім. Досым Айманды қосам деп, одан ақыл сұрап жүрмін. 3 ай өтті. Соттан қағаз келді, бардым. 2 қызым да келіпті. Пәтерді, көлікті, тіпті бизнесіме де тиіспей түгел қалдырыпты. 2 қыз әкелеріме тұратындарын айтып, жалғас екеуміз еш қарсылықсыз ажырастық та кеттік. Басында еліктеп, Айманға қосылып, рахаттанып жүрдім. Ештемеге ішім ашымады. Қызғанып жүрген жалғастан да керемет жігіттер айналшықтап жүр. Ақшам бизнесім дүркіреп тұр. Айман крыша. 3 жыл өте шықты. Алматы жаңарып, жолдар салынып, менің мейрамханам бұзылатын болды. Өкімет біраз ғана ақша берді де бізді босатты. Қолыңда ақша барда айналдырып ал деп, Айман екеуміз бірге пирамидаға салдық. Бір рет жығып тұрған ақшаны алмай, екінші айналымға салдық. Бітті, жоқ. Біз сияқты талай адам жылап талай. Қолымда көк дейін қалмады. Не жұмыс жоқ, не ақша жоқ. Даңғарадай 3 бөлмелі пәтерде жалғыз қалдым. Астанадан жалғас пәтер алып, қыздармен бірге тұрып жатқанын естіп жүрмін. Алған қатыны да жоқ. Үлкен қыз оқуын бітіріп, жұмыс жасап, жоғары оқуға түскенін естідім. Екінші қызда колледждің соңғы курсында оқып жүрген деді таныстар. Мені іздемейді, сұрамайды, жиі ауылға барады екен. Кіші қыз ауыратын болыпты. Оның шүйкесінің ауытқуына сол күні менің оңбай таяқ жеген әсер етіпті. Психологтардың айтуынша, бала өз анасынан сондай соққы жеймін деп ойламайды екен. Ал сондай соққы жеген балаларда қатты ауытқу болып, қорқатын,
болмаса ежіктейтін, кекештенетін, жыпылықтай беретін болып қалады екен. Соны қайта-қайта дәрігерге көрсететіндерін де естіп жүрдім. Хал сұрап, қызымды уайымдамадым, бармадым. Өзімнің мына қиындығымды шешіп беретін адам іздеп алысып жүрдім. Сап-сау қызымды ауру қылдым деп ойламадым. Мен де басқа адамдарға деген жақындық пайда болып, өз отбасымнан алыстай бердім. Уақыт өте, ақшам да таусылып, маған көмек қолын созатын жақындарымды іздедім. Кешегі күні мені шыр айналып сүйем, күйем деген еркектер жоқ болды. Сол көмек береді деген еркектермен кездесіп, неше түрлі жыныстық жұқпалы ауруларды жұққыздым. Бар ақшамен емделдім, көк тиынсыз қалдым. Ешкім қарыз да бермейтін болды. Көмек сұрап Айманға бардым. Шолпан, сен қызықсың. Менің де ақшам сенікімен бірдей күйді. Менде қайдағы ақша дейді қабағын түйіп. Сен одан да ана 3 бөлмеңді сат та, 2 бөлмелі ме, 1 бөлмелі ме пәтер ал, қалған ақшаңа қайта бизнес аш деді. Расымен, бұның ақылы деп пәтер сатуға қойдым. Ойымдағыдай болмаса да сатылды. Бірден пәтер алмай, жөні түзу мейрамхана сатып алам деп көп жүгіріп қалдым. Жатақханадан 1 бөлме алдым да, ақшамды қысып ұстап күнде орын іздеймін. Алматыда үйдің бағасын бірден көтеріліп, өз пәтерімді сатқан ақша ай өте құны жойылып, менің сол ақшама 1 бөлмелі пәтер де келмей қалды. 3 бөлмелі пәтердің ақшасы жарты жылда түкке де жарамады. Өзімнің ішіп жегенімен бітті. Жалғызбен ажырасқаннан кейін 8 жылдың ішінде менде түк қалмады. Көлік те кетті, пәтер де кетті, тойхана да кетті. Менің берекем жалғызбен бірге кеткенін кеш түсіндім. Ал қыздарым бой жетіп, екеуі де тұрмысқа шығып, үлкені балалы болыпты. Жалғас болса ауылдан жас келіншекке қосылып ұлды болыпты. Мен тақырға отырдым. Айман досым мүлдем жолатпайды. Түрлі жұқпалы аурудан әрең жазылған соң, мен еркектерге жоламайтын болдым. Не істеймін? Не мамандығым жоқ, не ақшам жоқ. Сонымен қандай жұмыс кездеседі, соны істеп жүрдім. Кезінде мен көмек берген біраз таныстарым қасына жұмысқа орналастырмақ болды. Бірақ мен намыстанып оларға бармадым. Өз туыс танысымнан алыстап кеттім. Міне, мен сорлы баяғы қас қалпыма келіп, бір кафеде ыдыс-аяқ жуып, 1 бөлмелі жатақханама келем. Қолыма кремін жағып, құшағына алатын жалғасым жоқ. Шайымды бөлісіп ішіп, ол енді көзіме күлімдеп қарамайды. Не деген ақымақ едім. Неге сонша санасыз болдым екен? Неге қыздарымды бауырыма баспадым? Ақшаның көптігі адамды азғырады дейді. Бір жағынан алғанда ол қате, екінші жағынан алғанда дұрыс айтылған. Азғындық жасаса жалғас жасамай ма? Ол қанша ақшаны күреп тапса да азғындыққа бармады. Мен сияқты жын ұрмады. Маған сенді, өзі де адал болды. Менің ақылым таяз болды. Сонда менің соншалық ақылымның таязданып кеткені ме? Сонша тырнақтап жинаған дүниемді оп-оңай шаштым. Дүниені қойшы, мен шаңырағымды өзім шайқадым, ортасына түсірдім. Енді кімге керекпін? Ашу судан ұртап алып, бөлмемнің бұрышында киіммен жатам. Ертеңі ыдыс жууға қайта барам. Бұл өмір ме? Шаңырақтарыңызды шайқамаңыздар, қателік жасамаңыздар. Жан-жарыңа сену керек екенін мен кеш ұқтым. Бар арманым, енді сәл де болса есімді жисам, жағдайымды түзесем, ең құрығанда немерелеріме бірдеңе қалдырсам деп армандаймын. Қыздың аты қыз ғой, үлкен қызы мені іздеп те неше мәрте келген. Мен өзім оған бақырып, аузыма келген сөзді айтып жолатпадым. Кіші қыз менен қорқады, оған өзім кінәлімін. Енді ойлап қарасам ешкімге керек емес болдым. Мен кешірілмес күнә жасадым. Қыздарыма үлгі бола алмадым. Сонда да менде үміт бар. Қызығын көрмесем де немерелеріме бір көмек бергім келеді. Осы тұрып жатқан 1 бөлме жатақханамды қалдырғым келеді. Мен тырысып көрем, жас емеспін, әрине, сонда да тырысамын. Соңы. Автордың ойы. Мен 1 жылдан соң бұл оқиғаны қайта салып отырмын. Бұл өмір жолында үлгі алатын ештеңе жоқ, бірақ дәл осы қателікті жасап, бармағын істеген келіншектер бар екені ащы шындық. 30-50 жас аралығында жүріп, шалқып өмір сүріп, ертең бай біреуді ұстаймын, бүгін крутой біреуді табамын деп, өмірлерінің өтіп жатқан сезбей жүргендер қаншама. Соңында не абырой жоқ, не сыйы жоқ, бір сүйкімсіз ортадан,
шектелген әйел болып қалады. Құрбылары күйеулерін қызғанса, ер адамдар әйелін жолатпайды. Уақыт өтіп, әбден бәрі кеш болғанда істер шара жоқ. Жалғыз қалып төрт қабырғаны баққаннан ауыр нәрсе жоқ екен. Осы оқиғаны бұрын оқып, қыздарына ренжіген оқырмандар болды. Ал кейіпкер қыздарына еш ренжімейді. Ол абыройды, арды бірінші орынға қойған, жалғасқа басын иеді. Жалғастың беделінің, абыройының, адалдығы мен ақылдылығының арқасында қыздар өмірде өз орындарын тапты. Соған Құдайыма тәуба етеді. Екі қыз өте тәрбиелі, бауырмал болып өсті. Қазіргі уақытта Шолпан тұрақты жұмысқа тұрып, қосымша желілік саудамен айналысып, есін жиып қалды. Оған себеп осы туындыны былтыр жарыққа шығарғанда айтқан ақылдарыңыз. Ол өзінің ортадан тебіліп, жалғыз қалған кезде көптеген оқырмандар болашағына бақыт тілеген. Оны оң жолға салды. Мен намазға жығылдым. Осы уақытымды сыйынумен, құлшылық жасаумен айналысамын деді. Аллам өзі жар болсын. Аллам өзі кешіріп, мүмкіндік берсін. Оқиғаның соңы. Өз ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдыра кетіңіздер.